2009 жылы Алматы облысында бір қыз жоғалып кеткеннен кейін оның телефонын ешкім таба алмай қойған. Полицейлер де, жақындары да ұзақ іздеген, бірақ телефон өшірулі болды. 3 күннен кейін түнгі 3:17-де қыздың анасына дәл сол қыздың нөмірінен қоңырау келеді. Анасы қуанып трубканы көтергенде ешкім сөйлемейді. Тек алыстан әлсіз қырылдаған адамның дем алғаны естілген. Анасы: "Қызым, бұл сен бе?" деп айқайлаған сайын дыбыс жақындай берген. Бір кезде телефонның ар жағынан металдың бір нәрсеге қатты тиген дауысы шықты. Секунд сайын қаттырақ, жақынырақ, сөйтіп кенеттен төмен дауыс естіледі. "Бұл оның телефоны емес." Дауыс айтылып бітпей жатып, байланыс үзіледі. Ертесі күні полиция қоңыраудың нақты қай жерден шыққанын тексергенде, координат нүктесі қыздың мүрдесі табылған жермен дәл келген. Ал ең жаманы, сол аймақта сол түні мүлде телефон